Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен крипто базар. Мен бүгін сіздерге қазіргі таңдағы топовый деген үш проект айтатын боламын, және де ол үш проектті өзім жасап жүрмін. Жақын уақытта дроп болған кезде бізге қанша ақша беретінін барлығымыз көретін боламыз. Сол себепті де сіздерді қызықтыратын болса, міндетті түрде бастан соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып, қоңырауын басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар, бірінші проект менде Bloom қандай проект? Бұл Bloom басында айтқан болатын, бұл Телеграмдағы биржа болады. Яғни біз Телеграмда Binance, Bybit деген биржалар секілді осы Bloomның ішінде токендерді сатып алып сата аламыз, және де фьючпен торговать ете аламыз. Былайша айтқан кезде солай, және де өзінің P2P болады, яғни біз теңгені монетаны теңгеге айырбастай аламыз деген сияқты. Қазір Bloom'да не өзгерістер бар? Bloom'да кеше алдың күні, қателеспесем 2 күн бізге Dogs монетасын алуға мүмкіндік берді. Яғни осы дроп геймді ойнап біз Dogs монетасын жинауға мүмкіндік болды. Бірақ ол өте аз. Кім ойнап жүр, сол білетін шығар. Ну, копейка, былайша айтқан кезде қазір мен жинадым. Қанша жинадым? Мысалы, валетке кіреміз. Points деген жерді басамыз. Көргендеріңіздей 5-те 1 Dogs жинаған мен 2 күнде. Бір ойын ойнап, 1 Dogs, 0.8 Dogs жинауға болады, бірақ өте аз болған себепті мен особо қатты мән бермедім ол нәрсеге. Себебі болашақта өздері айтты, тағы да токендер осы Bloom, осы дроп гейм арқылы таратады бізге. Қазір ең біріншісі бізге Dogs берді, бірақ Dogs өте аз. Сол себепті де бұл былайша айтқан кезде қатты қызық деп айта алмаймын. Лучше осылай Bloom Points жинай берген дұрыс. Bloom Points'ты біз қалай жинаймыз? Әр күн сайын кіргеніміз үшін бізге, әр күн сайын осы приложенияға кіргеніміз үшін бізге Bloom Points береді. Одан кейін дроп геймге билеттер береді. Одан кейін әр 8 сағат сайын біз фарминг деген жер кіріп, фарминг ете аламыз. Одан бөлек Earn деген жерде бізде әртүрлі заданиялар бар. Сол заданияларды орындағанымыз үшін тоже бізге Bloom Poinттар береді. 200, көргендеріңіз 101, 180. Friends дегенге де, Friends'те де достарын шақырғандар үшін сіздерге де тағы да Bloom Points береді. Мен көргендеріңіздей осы уақытқа дейін 58 адам шақырған екенмін. Ең көп менде жинаған осы адам 336 Bloom Points жинаған. Ол өте көп. Менен былайша айтқан кезде 2 есе көп. Қалай жинаған білмеймін. Мен вроде тастамай кіріп жүрмін күніге. Бірақ менде көргендеріңіздей билеттер жинап жүрмін. Яғни билеттердің бәрін құртып жаққан жоқпын. Билеттерді жинап жүрмін. Мүмкін жақында күшті токендер тарататын болса, өздерін жақсы ақтайтын болса, мен сол кезде мүмкін билеттерімнің барлығын құртамын. Пока бізге көргендеріңізде тек бір ғана токен таратты. Dogs деген ол 5-те 1 Dogs жинадым мен, ол дым болмады. Былайша айтқан кезде қазір дроп гейм ойнап көрейік. Дроп гейм дәл қазір, Хэллоуинге қарсы, типа осындай нәрсе. Бізге ойнағанымыз үшін осылай Bloom Points'та былай түсіп жаққан асқабақтардың барлығы. Заморозка аламыз. Бір ойыннан 150 мен 180-нің арасында Bloom Points жинауға болады. Бір билеттен 180-150 Bloom Points жинауға болады. Bloom'де негізінде көргендеріңіз 167 жинадым. Bloom'де негізінде өте жақсы дроп болуы мүмкін. Себебі проект, майда-шүйде проект емес. Сол себепті де Bloom Points міндетті түрде жинаған дұрыс. Мүмкін жақсы дроп болып, біз жақсы ақша таба аламыз. Ал енді екінші проект бізде NotPixel. NotPixel бұл Notcoin'ның проекті, және де келесі ай ноябрьдің соңына қарай бұл проектте листинг болуы мүмкін. Өздері солай айтқан, может ары қарай ұзартады. Бұл жерде біз не істеуіміз керек еді? Бұл жерде біз осы жерде кез келген суреттердің бірін таңдап алып, жай ғана бояуымыз керек. Яғни мен осы сурет таңдадым, маған осы суретті, мен секілді адамдар жанындағы суреттерді таңдап, просто әртүрлі цвет басып тастайды. Яғни маған міне осы суретті дәл осылай жасап шығуға тырысу керек. Қараңыздар, қазір көргендеріңізде, яғни осы жерлер менде ақ болу керек, мен ақ басамын. Көргендеріңізде менде бізге әр күн сайын 24 рет басуға рұқсат береді. Яғни 24 point жасай аламыз. Яғни осы жерде 24 рет баса аламыз. Кез келген экранды әр басқанымыз үшін бізге 12 пикс береді. 12 пикс токен немесе қазір point ешкім білмейді. Мүмкін осы болашақта дәл осыған қарап бізге монета береді. Одан бөлек біз әр 8 сағат сайын кеп клейм ете аламыз. Яғни осы жерде жазылған, мысалы
дәл қазір мен күніне 220 пиксті клеймит ете аламын. Яғни күн сайын маған осы пассивный 220 пикс алып келеді. Бізде пикс табудың екі жолы бар. Бірінші жолы, ең тиімді жолы, осы жерден кез келген картинаны таңдап алып бояуымыз керек сол картинаны. Ал екіншісі дәл осылай әр 8 сағат сайын просто клеймит етіп отырамыз. Картинаны сіздер қалай таңдайсыздар? Кіресіздер, каталогқа кіресіздер. Дәл осы жерден міне осы картинкалар тұр. Кез келген картинаны өзіңізге ұнаған таңдап ала аласыз. Мысалы, ең осы болмыш тұр ғой, болмыш ба білмеймін енді, 1305 адам бояп жатыр екен. Мынаны 524 мың адам бояп жатыр. Мынаны жоқ. В общем, ең көп осы болмышта. Одан кейін екіншісі 733. Бізден бөлек те басқа адамдар осы картиналар бояп жатыр. Кейбір картиналар уже жоқ болып кеткен, себебі бұл жерде конкуренция бешеный, былайша айтқан кезде қараңыздар. Бір картиналардың үстінде екінші картиналар түсіп жатыр. Сол себепті көрінетін жақсы картина таңдап алуға тырысу керек. Мысалы, мына адам тұр жаңағы. Болмыш екен, болмыш жазып қойыпты. Одан кейін мен көргендеріңізде осы сурет таңдап алдым. Вроде көрінеді, одан кейін ақ цветтің үстіне тек ақ цвет осы қараларды бояп отырсам болды мен. Дым қиындығы жоқ. Одан бөлек бұл жерде достарымыз шақыруға болады. Мен осы уақытқа дейін 56 адам шақырғанмын. Көргендеріңізде әр шақырған досыма маған 8 px береді. Ал если Telegram премиум шақырсам мен, ол кезде маған 64 px береді. Ең басты сіздер білу керек нәрселер осы. Листинг болғанға дейін бізге максимальный көп px жинауға тырысу керек. Одан бөлек осы жерде энергиялар сатып алуға болады. Мысалы, басамыз. Мысалы, мынаны басам. Мені көргендеріңізде бір осындай нәрсе 64 жұлдыз тұрады екен. Жұлдыздарды біз қателеспесем теңгеге сатып ала аламыз. Мен ондай нәрсеге қатты қызықпадым, яғни әлі донат етіп көрмедім. Одан бөлек бұл жерде не көруге болады басқа? Өзіңіздің рейтингіңізді көруге болады. Мысалы, қараңыздар, мен осы криптобрат медиадамын. Бұлар типа біздің группаның рейтингі көргендеріңізде платинум. Одан кейін мен өзімнің рейтингім. Мен өзім рейтингім тоже платинумда. Болды, барлығы осы. Сіздер мысалы өздеріңіздің рейтингтен көре аласыздар, профильдарыңыз болады. Яғни кез келген сурет таңдап бояй аласыздар. Біз көбірек пик жинасақ, соған қарап бізге ноябрьдің соңында дроп береді. Мүмкін жақсы ақша таба аламыз. Одан бөлек заданиялар бар. Бұл заданиялар орындағанымыз үшін тоже бізге px береді. Мысалы, 512 px берем дейді. Осы заданиялар орындағанымыз үшін. Одан кейін басқа да заданиялар болған, мен бірақ орындап тастадым.